біз ең алдымен өз маргаринімізді етіп аламыз, яғни бөлме температурасында, және де оған 300 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді оған бір-бірден жұмыртқамызды саламыз. Бір-бірден салып араластыру керек, бәрін бірден салмаңыздар. Екіншісін салып тура осылай араластырамыз. Екіншісін жарамыз. Үшіншісін жарып, тура осылай араластырамыз. Енді оған 150 мл сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз дайын. Енді бұны қоя тұрып, біз құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп аламыз. Біз кеседегі ұнымызға какао саламыз. Және де қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біз құрғақ ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін, енді айран, менде дүкеннің айраны, оған өз краскамызды қосамыз. Менде краска құрғақ. Енді жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде айран болмаса, оны сүтпен алмастыруға болады. Бірақ сүтпен алмастырған жағдайда сүтке кішкене лимон қышқылын тамызып, оны біраз қойып қоюларыңыз керек. Ол іріген кезде өз краскілеріңізді қосып араластырсаңыздар болады. Бізде осындай кішкене құрғақ краска болғаннан кейін, осындай түске енді кішкене қосамыз. Енді жақсылап тағы да араластырамыз. Біз араластырып алдық. Бізде құрғақ краситель болғандықтан кішкене осындай бордовый, розовый цветте болды. Егер сіздерде гелевый краска болса, онда торттарыңыз кәдімгідей қып-қызыл түсте болады. Мінекей біз құрғақ ингредиентті де өз массамызды араластырып алдық. Енді жұмыртқалы массамызға қосамыз. Біртіндеп қосуымыз керек, бірден қосуға болмайды. Біз ситаға, яғни илекке өзіміздің массамызды қасықтап саламыз. Мен 3 қасық салдым. Ситадан өткіземіз жақсылап. Біз өткізіп болдық. Енді 3 қасық өзіміздің краска массамызды құямыз. Шашамы үшін осылай араластырып аламыз. Енді осылай жалғастыра береміз. Біздің какао массамыз біткеннен кейін осылай тағы да, яғни біздің тестамыз құрғақ сұйық болып қалмау керек. Сол үшін осылай онды қосымша қосып араластырамыз. Тестамызды дайындап болдық. Мінекей оның қоюлығы примерно осындай созылмалы болып тұр керек, көргеніңізде мінекей. Созылмалы. Осындай консистенцияға енгенше біз ұн қосып араластыруымыз керек, яғни қосымша. Бізде өз тестам. Осыны 24 сантиметрлік формаға салып пісіреміз. Біз өз тестамызды теңде 3 бөлікке бөліп пісіреміз. Оны 24 диаметрлік формаға салып пісіреміз. 22 диаметрлік формада жарай береді. 150 градуста пісіреміз. Біздің коржымыз дайын. Жақсы көтерілген, оны решеткада суытамыз. Және де осылай барлық коржды пісіріп шығамыз. Мен коржды 3 бөлікке салып пісіремін. Біз енді өз тортымыздың кремін жасаймыз. Ол үшін бізге кемінде 1 күн тоңазытқышта тұрған сливки керек. Сливкидің пайыздығы менде 26%. Негізі 35% болса да жарайды. Енді жақсылап қоюланғанша шайқаймыз.
Енді қоюлана бастаған кезінде біз оған өз қантымызды саламыз. Қант немесе сахарный пудра салуларыңызға болады. Басқа шайқаймыз. Жоғарғы жылдамдық көтере береміз. Енді біз өз сливкемізге осындай сгущенка қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді өз творожный сырымызды қосамыз. Мен творожный сырды қолдан істеймін. Яғни қалай жасалынатын арнамдық бар. Біз, яғни көріп тұрғандарыңыздай пломбир кремін істедік. Көріп тұрғандарыңыздай бұл формасын жақсытайды. Мінекей, көріп тұрсыздар. Біздің креміміз дайын. Біз кремнің кішкене бөлігін осылай алып алдық, яғни бұл оформление үшін. Енді оған краска қостық, яғни біздің тортымыз красный барқыт болғандықтан оған осындай краска қостық. Дайын. I feel it trying to turn my heart into stone. Put up resistance to me, so I let you go. Oh, but the love inside just won't subside. They can't stay far from you. Raise me from the same sin that I'm fighting to believe you remember me. I'm screaming out. Why can't you hear me? I'm screaming out. Why can't you feel me? I'm screaming inside. I make mistakes and hurt to in a lot of ways.